Құрметті кітап құмар қауым, Қарағанды облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасында биылғы бір ел бір кітап акциясы мен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани-мәдени акциясы аясында жалпы халықтық оқуға ұсынылған кітаптар қатарында Серік Ақсұңқарұлының Абай атындағы мемлекеттік сыйлықты иеленген «Көкейімде күлтегіннің жазуы» атты жыр кітабы мен Ыбырай Алтынсариннің «Өнер білім бар жұрттар» кітабы бедерлі нүктелі қаріпте жарыққа шықты. Арқаның арқалы ақыны, күлтегін жырдың сардары атанған Серік Ақсұңқарұлының фольклорлық сарын мен мифологиялық өрнек, діни астар, тарихи жад, романтика, мистика, ғарыштық сана, құштарлық пен жан тазалығы, киелі сөз өнері үндескен 200-ге жуық жырдан тұратын жыр кітабы 2 бөлімнен тұрады. Кириллица ет жақыным, жатымда атты бірінші бөлімі ізгілік пен зұлымдықтың мәңгілік күресін, қазақ сөз өнерінің биіктігін, туған жердің қасиеті мен әлеуметтік мәселелерді, сөз құдіретінің әсерін сипаттайды. Сайтанның сайран салуы атты екінші бөлімінде адалдық пен арамдық, шынайылық пен жасандылық, ақиқат пен жалғандық, шындық пен әзәзілдіктің тайталасына толы шығармалары енгізілген. Ақын деген адам емес, Алланың адамзатқа жіберген бір киесі деген өр ақын, өрелі қазақ оқырманы көк түріктің заманы мен батыр бабалардың өрлігі мен ерлігімен таныстыра. Алаштың жүріп тағдыр таланында, енді кеп табанында қаламын ба. Доспанбет Асанқайғы шал киізем, Керей хан әз Жәнібек заманында деп, Доспанбеттей Шамырқана, Асанқайғыдай егіле, шал киізше шарқыра, Керей хан әз Жәнібек болып қаһарлана, өмірлік ұстанымы мен ақынның позициясын айқын танытады. Ару латын өлеңінде өзекті мәселені көтере, тарихты таныта, шындықты жеткізе, өмірді дәулетті билеген дәуір шындығын мұнай заманы өлеңінде күйіне жырлайды. Қазақтың қилы тағдырын танытатын Қазақстан өлеңінде қалай Тәңірі осынша ұлы ұлысқа ұлттық сезім сыйлауды кетті ұмытып деп, ұлттық сезімнің селқостығына қынжылады. Осылайша Тәңірі көкте, тарихы шыңда, ұлты жер, күлтегін мен мағжандардың жұрты бұл деп, ұлттың тереңінде жатқан тамыры мен қайғы қасіретін жеткізеді. Клеопатра поэмасы өзінің әдемілігімен, өрлігімен қызықтырса, Сайтанның сайран салуы поэмасы тосындығымен, жұмбақтығымен таңғалдырады. Алашты айтса Абай боп, түрікті айтса Мағжан боп, Махамбетше түйіліп, шортанбайша күйініп деген өлеңінде дерттің отына күйген Абадан ақынның терең толғаулары оқырманнан шынайы бағасын баяғыда алған. Оқырмандарға ой салатын туындының бірі Ыбырай Алтынсариннің өлеңдері, әңгімелері, аудармалары, халық аузынан жинаған ертегілері енгізілген «Өнер білім бар жұрттар» туындысы. Бұл кітапта Ыбырайдың оқу, өнер білімге шақыратын туындылары топтастырылған. Шығармаларында өнер білімнің қасиеттерін суреттеп, білімнің баға жетпес артықшылығымен дәлелдейді. Өнер білім бар жұрттар деп білімді, озық мәдениетті, елдерді үлгі ете, жастарға ой тастап, өнер білімді игеруге шақырады. Кел балалар оқылық деп қазақ балаларын білімге баулиды. Әділетсіздікті сынап, жалқаулықтың зиянын бейнелейтін өсиет өлеңдері мен таулардан өзен ағып сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған дегендей табиғат лирикасы табиғат пен адамды байланыстыра, отан сүйгіштікке тәрбиелейді. Қысқа да нұсқа құрылған төл әңгімелерінде еңбек тақырыбы кеңінен қамтылған. Құмырсқаның тынымсыз еңбегі үлгі болар, өрмекші құмырсқа қарлығаш әңгімесі ой саларлық. Бай баласы мен жарлы баласында еңбекке деген таптық көзқарасты бейнелейді. Арудан аяған күштірек әке мен бала, әдеп, әділдік, бақша ағаштары, бір уыс мақта, мейірімді бала, таза бұлақ сияқты үлгі-өнеге әңгімелері ізгілікке, кісілікке тәрбиелейтін әсерлі де көркем, тәлім тәрбиеге толы ғибратты шығармалар. Өнегелі өмірі мен жан-жақты талантын танытатын Паулсон, Толстой, Ушинский аудармалары әдебиетімізде ерекше орын алатын құнды мұра. Біз болмасақ сіз барсыз, сендерге берем батамды, үміт еткен достарым деп, ұстаздардың ұлы ұстазы Ыбырай Алтынсарин мен күлтегіннің көзінің қарашығындай, менің жырым мынау елдің ділін, үнін сақтап тұр деген Серік Ақсұңқарұлының бір ел жүйесі бойынша бедерлі нүктелі қаріпте жарыққа шыққан қос туындыны жаппай ел болып жарыса оқып, рухани баи түсіңіздер.